Сәлем достар. Бүгін біз осындай алма салмасы бар тәтті бәліш пісіреміз. Бұл бәліш өте дәмді және өте жұмсақ. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бір ыдысымызға қаймақты, қантты, майды, жұмыртқаны салып, жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Ас содасына уксус қосып гаситетеміз. Енді барлық ингредиенттерді қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қосымша ұнды көп қоспаңыздар, әйтпесе қамыр қатты болып кетеді. Илеген қамырымызды пищевой пленкаға орап 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді алмамызды екіге бөліп, қабығын ашып, ортасында дәнектерін алып тастап, тураймыз. Қамырымыздың жартысынан көптеу бөлігін кесіп алып, оны жаямыз. Противеньге пергамент қағазын төсеп, оның үстіне қамырды жаямыз. Енді алманы осылай рет-ретімен қойып шығамыз. Алманың кесінділерінің үстінен қант сеуіп шығамыз. Және егер сіздерге ұнаса, онда корица себуге болады. Қамырдың қалған екінші бөлігін жұқалап жаямыз. Қамырдан осындай ұзыншақты кесінділер жасаймыз. Осы кесінділермен бәліштің бетін әрлейміз. Бәліштің бетіне сүт пен сарыуыздың қосындысын жағамыз. Бәлішімізді қызып тұрған пеште 150 градуста 35-40 минут пісіреміз. Бәлішіміз пісті. Енді суығанын күтеміз. Мінеки достар, бізде өте дәмді және өте жұмсақ бәліш шықты. Қазір бәліштің ортасын кесіп көрсетемін. Бәліш шай ішкенге өте керемет. Дәмді, жұмсақ, иісі деген жұпар, енді сөзбен жеткізе алмаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видео рецепті жіберіп алмас үшін.